Жаңаөзен оқиғасына қатысқан 37 айыпталушыға байланысты бүгін сот отырысы басталды. Оған айыпталушылардың ата-аналары мен туыстары, республикалық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары мен партия ұйымдарының өкілдері қатысуда. Таң атпастан сот отырысы өтетін жерге қарақұрым халық жиналғанына қарамастан сағат 9-ға белгіленген сот істі болғандардың бірі Нұрсұлтан Мұқашевтың келмей қалуына байланысты түске шегерілді. 100-ден астам жәбірленуші, 45 куә, 6 мемлекеттік айыптаушы мен 12 қорғаушы қатысатын ашық сотқа үлкен ғимарат берілгеніне қарамастан 100-ден астам адам кіре алмай сыртта қалды. Ал Алматыдан бүгін ғана келіп жеткен тәуелсіз комиссия мүшелері халықты сабырға шақырып, өздерінің қала әкімінен үлкенірек зал беруді сұрайтындарын жеткізді. Сотқа бақылаушы ретінде барған Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің мүшесі Ғалым Ағелеуовтың айтуынша, алғашқы сотта 241 бап бойынша, яғни жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп айыпталған 37 азаматтың ісі қаралды. Айыптаушылардың екеуі кәмелетке толмаған жасөспірімдер.